Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге атақты адамдардың сіздер үшін өте пайдалы нақыл сөздерін ұсынбақпын. Бұл қанатты сөздер сіздерді жігерлендіріп қана қоймай, өмірге басқаша көзқараспен қарауға, өздеріңіздің даму жолында септігін тигізеді деп ойлаймын. Ақылды болсаң неге кедейсің? Байлықтан гөрі бақытты болған дұрыс дейтініміз бар. Десек те бақуатты өмір сүру әркімнің ақ қалауы. Қалталылар санатына қосылу да әркімнің бір қолынан келе бермейді. Бірақ назар салар бір кілтипан бар. Бірде шопанға сені патша қылса қайтесің деп сұраса, қойды жылқыға мініп бағар едім депті. Деуіндей-ақ осы мәселені тек әзіл ретінде қабылдағанымыз аздық етеді. Кедейлікте өмір сүргендердің көбі тағдырдың тарантысымен жүрудің ең дұрыс шешімі деп қабылдайтын көрінеді. Олардың ойынша қанша қарекет қылғаныңызбен қолдан келер дәрмен жоқ. Айта көрмеңіз, егер адам өз өміріндегі оқиғаларға үшінші жақтан көрермен ретінде қараса, әрине дәл осы жағдай болмақ. Тіпті күрес жолында белсенді түрде шықсаңыз да, қиындық пен сәтсіздіктерге кезіккен сайын кері кету ойы да үдей түспек. Сонымен мықты делінгендер ғана бұл сынаққа үстем бола алады. Бай болуға деген қандай да бір әрекетке барсаңыз, біреу тоныңызды алып қоймайтынын да ұғу керек-ау. Осыған қалай қарайсыз? Біреулер баюды қаңылтыр темірге тиын жинаудан бастайды. Бұл әдіс жоғарыда келтірген шопанның ісі. Тағы да бір айтатынымыз, әрекетке бару алдындағы жағдайда керек қиындықтарды ғана ойлап, қорқынышын үдетеді. Мұның қате екенін ой деректене түседі. Ал көп сөз көмір, ақыл айту оңай-ау. Одан да бақуаттылардың дүниетанымын тізейік. Бір ғана кеңесті естен шығармаңыздаршы. Қазір жұмыс жасайтын емес, өзіңіз жұмыс жасағыңыз келетін қызметке сай киіну керек. Трамп. Егер қиын жұмыс болса, мен оны тек жалқау адамға тапсырамын. Ол бәрібірде бұл жұмыстың оңай шешімін тауып алады. Крайслер. Тырыса беру керек, төзіммен тырысу керек. Бұл дарыннан да жақсы қасиет. Жолы болмаған дарындылар жетерлік. Бұл білімдіктен де жақсы қасиет. Бұл әлемде білімді кедейлер көп. Крок. Жоғарыда тұрғандар ол жерге аспаннан түскен жоқ. Уошлинг. Туысқандардан бір ғана көмек бар. Ол саған кедергі келтірмеу. Олар сені өзгелер сияқты оқып, жұмыс жасағаныңды қалайды. Қандай да бір бастауынды, нәтиженді жоққа шығарып, мойындай алмайды. Әрбір адамда қол, аяқ және аптасына 168 сағаты бар. Жолы болмайтын адамдар 168 сағатын жоғалтады. Ал сәтті адамдар 168 миллион ақша таба алады. Мандела. Кімде-кім өндірісін жаңадан бастап, енді ғана іске кіріссе, оған жігіттік үшін медаль беру керек. Путин. Сәтсіздік ол ісінді қайтадан, бірақ жақсылап жасауға мүмкіндік. Форд. Жігіт дұрыс өмірінде дұрыс бағыт табуы керек, ал қыз дұрыс бағыт таңдаған жігітті табуы керек. Қателігіңді мойындамай жатсаң, бұл сенің екінші қателігін. Қытай нақылы. Өмір тек мықтыларды ғана сынап, тізерлетеді. Себебі олар қайта тұра алады. Ал әлсіздер онсыз да тізерлеп отыр. Ақша бақыттан гөрі материалдық бостандық әкеледі. Абрамович. Қол жетпейтін мақсат болмайды. Тек сылтаулар мен жалқаулық әзірге жеңіп келеді. Күні бойы жұмыс істейтін адамның ақша табуға уақыты да жоқ. Рокфеллер. Сіз интернетте болмасаңыз, бизнесте де болмағаныңыз. Гейтс. Өз ісінің нәтижесін бірден көргісі келетіндер етікші болсын. Эйнштейн. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы кеңестер бере алдым деп ойлаймын. Сөз соңында бір-ақ нәрсе айтқым келеді. Кедей болып өмірге келгеніне сен кінәлі емессің. Кедей болып өмірден өткенін толықтай сенің кінән.
сіздермен бірге болған доллар kz арнасы. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.